Армысыздар, бүгін сіздермен лабыр жапырағы туралы бөлісетін боламын. Лабыр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданылатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лабыр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия болып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лабыр жапырағы төмендегідей ауруларының алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лабыр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стақан салқын су құйып, 1 күнге қалдырыңыз. Таңертең лабыр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл егіңіз ісінсе, канжелостоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лабыр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лабыр жапырағының иісі дәрілік шөлгін шөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лабыр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай қош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лабыр жапырағын ара шаққан жерге қойып байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны қош иістендіреді. Лабыр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып қайнатып бөлмелеріңізге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет қош иіс шығатын болады. Ал енді лабыр жапырағын бетке қалай қолдануға болады? Лабыр жапырағы дәмдеуіш ретінде кеңінен қолданылады. Оны тағамға пісіру аяқталғанға дейін 10 минут бұрын қосып, содан кейін тастау әдетке айналған. Бірақ аспаздық құндылықтан басқа өнім дәрілік қасиеттерге ие. Кәдімгі лабыр жапырағында көптеген пайдалы заттар бар. Эфир майлары, таниндер, ащы заттар. Олар өсімдіктің тері проблемаларын емдеудегі ауырлығын түсіндіреді. Лабыр жапырағы үйде күтім жасау рецептері үшін қолданылады. Лабыр жапырағы мынадай бет күтіміне пайдалы екен. Косметикалық рецепттерде лабыр жапырағын қолдану әжімдерге арналған, безеулерге арналған, беттегі дақтарға арналған. Лабыр жапырағын халық еміне қолдануға болады. Безеулерге арнап мынадай лабыр жапырағының тұнбасын, лосьон, тоник, лабыр қолдансаңыз болады. Медицинада лабыр жапырағын сонымен қатар бұлшықеттерді босаңсыту және спазмодикалық ауырсынуды басу үшін лабыр майын қолдану туралы жазды. Ежелгі Рим дәрігері Гален уролитияны емдеу үшін лабырды өзі қолданған. Орта ғасырларда лабыр тұнбалары қатты жөтелге қарсы жараларды емдеу үшін қолданылған. Дәстүрлі медицинада лабыр жапырағы безгекті, паралишті, ревматизмді, терінің бөртпелерін емдеуге ұсынылады. Дезинфекциялық және бактерияға қарсы қасиеттері лабырды косметологиялық рецептері үшін қолданған. Лабыр жапырағының бетке пайдасы химиялық құрамына байланысты лабыр теріге қабынуға қарсы және жасартатын әсер етеді. Ол бет терісін жақсартады және безеу, қартаю, дақтар сияқты қиындықтардан арылтады. Эфир майы табиғи антисептик ретінде қызмет етеді. Қышуды жеңілдетеді. Теріден токсиндерді кетіреді. Қабынуға қарсы әсер етеді. Терідегі қалпына келтіру процестерін ынталандырады және жасушалардың жасаруына ықпал етеді. Оның құрамында С дәрумені теріні нәрлендіреді және ерте қартаюды болдырмайды.
фолий қышқылы безеулерден қорғайды, терінің рельефін жақсартады. А дәрумені табиғи антиоксидант рөлін атқарады, теріні жақсартады және нығайтады. Минералдар терінің қалыпты алмасуын, жасушалардың сау тыныс алуын қамтамасыз етеді. Терінің сұлулығын қолдайды. Селен қартаюдың алдын алады. Мырыш пигментті жерлерді ағартады. Калий ылғалдандырады. Магний серпімділік береді. Лавр жапырағында эпигенол бар, күшті иісі бар фенолды зат. Оны күтім өнімдерін өндірушілер көбінесе проблемалы теріге арналған косметиканың құрамына қосады. Таза лавр майы бұл өте күш өнім, оны арнайы тағайындаусыз қолдану ұсынылмайды. Үйде бетке арналған лавр жапырағы дәстүрлі түрде жақсы қолданылады. Бетке пайдалы ылғалдандырады. Тіндердің тез қалпына келуіне ықпал етеді. Қан айналымын күшейтеді. Сау келбетті қалпына келтіреді. Бір стакан қайнаған суға бірнеше лавр жапырағын тастаңыз. Толық салқындаған кезде сүзгіден өткізіңіз. Жұмыртқаның ағы мен бір қасық зәйтүн майын бөлек алыңыз, шайқаңыз. Бір қасық лавр инфузиясын қосыңыз. Қоспаны бетіңізге маска түрінде жағыңыз. 20 минуттан кейін жылы сумен шайыңыз. Құрал сергітеді және мимикалық әжімдерден тамаша арылтады. Әжімдерге арналған лавр жапырағын қолданыңыз. Егер теріні қосымша тазарту қажет болса, қайтатын әсермен бірге сіз бактериялар мен безеулерден қорғаныс аласыз. Безеулерге арналған сол сұйықтықтан 2 ас қасық алыңыз. Сұйықтық жылы болуы керек. 10 грамм жаңа ашытқының бір бөлігін қайнатпада ерітіңіз. Ашытқы белсендіріліп көбікке айналуы мүмкін. Оны ол үшін 10-15 минут күтіңіз. Бетке көбік жағып кептіру үшін қойыңыз. 20-30 минуттан кейін жылы сумен шайыңыз. Бетіңізді тоникпен сүртіңіз. Беттегі дақтардан лавр жапырағын ұнға салыңыз. 2 ас қасық алыңыз және бірдей мөлшерде өсімдік майына араластырыңыз. Суспензия ісінген кезде бетке жағыңыз. 20 минуттан кейін массаны алып тастап, бетіңізді дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Сумен жууға болмайды. Сондай-ақ бұл құрал өкшені керемет жұмсартады. Тек бір қасықша ұнтағын қосып, массаны табанға 1,5-2 сағатқа қалдыру керек. Сондай-ақ лавр жапырағының зиянды тұстары да бар. Лавр жапырақтарын пайдаланудан бұрын әрбір нақты жағдайда мұқият талдау керек. Кез келген медицина сияқты бұл халықтық медицина препараты қолда бар индикаторларға және дозаны сақтауға, әсіресе ішкі қабылдаумен қатаң түрде қолданылуы керек. Егер ол ұзақ уақыт бойы сақталса немесе жарамсыз шикізат өндіріс үшін пайдаланылған болса, дұрыс дайындалмаған жағдайға оны дайындау зиянды болуы мүмкін. Сонымен қатар лавр тәрізді препараттарды қолданудың шектеулерін ескерместен жағымсыз әсерлер пайда болуы мүмкін. Ішкі қабылдауға қарсы келесілер бар. Жүктілік, емшек емізу кезеңі, ішек тосқауылдары, асқазан жарасы, іш қатуына бейімділік, өткір және созылмалы бүйрек патологиясы, қан кету үрдісі, ақуыз алмасуын бұзу, жеге төзімсіздік, жүрек қан тамырлары аурулары, бауыр ауруының өткір түрлері, қант диабетінің ауыр кезеңі, уролития. Лавр жапырағының үйде өртеудің қандай қасиеті бар? Лавр жапырағын үйде өртеу кезеңінде үйге таза балғындық иісті береді. Ол шаршауды жояды. Әсіресе ауыр жұмыс істеп келгенде шаршауды басады, ауырсынуды басады. Тыныс алу нашарласа, тынысты ашады. Алайда лавр жапырағын иіскеп жүре берем деу қате ұғым. Егер жағдай қиын болса, онда дәрігерге бару керек. Сондай-ақ ол лавр жапырағын өртеген кезде жәндіктерді жоқ қылады.